Қаржы қағидалары кітабынан максимумды сығып ал. Кофеханадан зімбір шайын сатып ап іштім. Бал, лимон қосылған. 300 миллиграмм шай 392 теңге тұрады. Қаржы сауаты тұрғысынан қарасам, бұл менің қалауым емес, қажетім. Зімбір шайы иммунитетті көтереді. 392 теңге денсаулыққа салған инвестициям. Ауру асқынып тұрған кезде оған қарсы тұрудың ең тиімді жолы иммунитетті көтеру. Өзін инвестор көретін адамға әр сатып алған затының салмағын есептеу. Бұл инвестиция ма, шығын ба деп саралау әдеті тән. Қиналмайды, керісінше бұдан ләззат алады. Себебі ол ақшаны шашуды емес, оны сақтап көбейтуді көбірек ойлайды. Иммунитетің мықты болса, ауырмайсың. Ауырмасаң, емге шығындалмайсың. Ал ол қымбатқа түсуі мүмкін. Шайымды ішіп болдым, стақанымды тастай салуға қимадым. Ішінде лимон, зімбір кесінділері бар еді. Әр нәрсені максимум қолдан бәрін сығып ал деген принципім бар. Мен өзімді инвестор көремін ғой. Стаканға жылы су құйдым да іштім. Лимон мен зімбірдің күші әлі бар екен. Сөйтіп, 4 рет қайта-қайта су құйып, лимон мен зімбірдің дәмі кеткенше іше бердім. Бұл сараңдық па, кедейлік психологиясы ма? Жоқ, бұл әр нәрседен максимум сығып алуға тырысатын, әр нәрсенің қадірін білетін инвестордың әрекеті. Әдеті дер едім. Айына 120 мың теңге тапса, сатып алған тамағын тауыспайтын, сосын қалдығын қоқысқа тастайтын жастарды білем. Қанша табатының маңызды емес, қандай қаржылық әдеттерің бар, сол маңызды. Бұл қыз-жігіттер айына 1 миллион теңге тапқан күннің өзінде ақшасын шашып тастайды. Түбі қарызға батады. Ақшасын қалай тартса да жетпейтін болады. Себебі әдеттері дұрыс болмай тұр. Мен айына 10 миллион теңге тапсам, зімбір шайының өзінен максимум сығып алуға тырысам. Әр нәрседен максимумды сығып алу әдетін бойымызға сіңірейікші. Меніңше бұл жеңімпаз адамға тән әдет. Мысалы, бір курсқа қатысу үшін 50 мың теңге төледің. Маңдай теріңмен тапқан ақшаңды тамағың тауыспай қоқысқа тастай салатын әлгі жастар сияқты желге ұшырып жібергің келе ме? Жоқ, бір сабақты кемінде 4-5 рет тыңдап, тапсырмаларын бірнеше рет орындап, ұстаз, кураторды сұрақтың астына алып, курстың максимумын сығып алуың керек. Кейде өмір қатты соққы жасап, қалыпты режимді бұзып, есеңгіретіп тастауы мүмкін. Жоспарларыңның быт-шыты шығады. Мысалы, Түркияға барып, күрделі ота жасатуға мәжбүр болып қаласың. Жасатасың. Одан кейін ауруханада жатуың, реабилитациядан өтуің керек. Сол ситуацияның өзінен максимумды сығып алуды ойла. Дәрігерлермен емделіп, жатқан жандармен сөйлесіп, түріктердің менталитетін, тілін, денсаулық сақтау жүйесін зертте. Олар жайлы мүмкін болған нәрсенің бәрін біліп ал. Жүріп тұра алсаң, тіпті жақсы. Көруге болатын нәрсенің бәрін көріп, қозғал. Оқи алмай жүрген кітаптарыңды оқып таста. Максимумды сығып алу дегенді шетелге шектеулі уақытқа саяхаттап барған жандар жақсы түсінуі керек. Венецияға бардың. 2,5 күнің ғана бар. Ұйықтап жату қылмыс. Ерте тұрасың да Лидо аралына тартасың. Қайтар жолда Бурано мен Мураноға соғып кетуің керек. Бұның бәрін бір күнде аралап үлгересің. Жақсы. Ертесіне өлілер аралы, Сан Микелені көруге аттанасың. Одан кейін Венецияны ішкі тасты көшелерін және гондолаға мініп каналдарын аралауың керек. Бір келген соң бәрін көріп максимумды сығып алуға тырысасың. Себебі бұл уақыты шектеулі сапар. Өмірде уақыты шектеулі сапар емес пе? Уақытын бос өткізіп өмірін ысырап етіп жүргендерді Венецияға бару үшін ақшасын жұмсап, сосын бір қонақ үйге кіріп, күні бойы ұйықтап жататын жандарға ұқсатамын. Бір түрлі, я? Денің сау, ақылың бүтін, әр сәтіңмен максимумды сығып алу дұрысырақ емес пе? Бүгін балаңмен бірге өткізетін 20 минутыңнан максимумды сығып ал. Бар назарыңды соған ғана аударып, телефонға қарамай тұрып ойна. Эмоцияңды шығар. Себебі ертең мұндай мүмкіндік қайта келмеуі мүмкін. Намазға тұрғанда барлық әдет сүннеттерін сақтап, бар зейініңді айтып жатқан сөздеріңе қойып, асқан ұқыптылықпен ғибадат қылда, Алланың уәде еткен сауабын максимум ал. Оқып жатқан кітабыңның бар нәрін сорып ал да, соны өміріңе барынша енгіз. Білімнің ләззатын ол өміріңді өзгерте бастағанда сезінесің.
Әлемнің байлығы әр нәрседен максимумды сығып алуды әдетіне айналдырған адамның қолына өтеді. Солай болуы да әділетті деп ойлаймын. Себебі ол денсаулық, білім, бала, ақша сияқты нығметтердің қадірін біліп, Құдайдың алдында өзінің сол байлықты үлкен жауапкершілікпен басқарып, дұрыс һәм максимум қолдана алатынын дәлелдеді.